Ермеков атындағы нөмірі 38 мектеп лицейінің география пән мұғалімі Абилова Анар Жазықбаевна. География пәнінде заманауи педагогикалық технологиялар жобасын қолдануда мен STEM және PBL белсенді сабақ болашақ білімінің формуласымен таныстырмақшымын. STEM теория мен заңдылықтар, деректерді цифрландыру және зерттеу құралдары, прототип немесе модель құрастыру, есептеулер, статистика, тиімділікті өлшеу болса, Project Based Learning әдісі оқушыларды жоба орындау арқылы оқытуға негізделген заманауи педагогикалық әдіс тәсіл. PBL-дің алтын ережесін түсіндіру мұғалімі лектор емес, ментор, яғни бағыттаушы, ал оқушы тыңдаушы емес, жасаушы болады. PBL-дің құрылымына келетін болсақ, бірінші мәселе қою, нақты өмірмен байланысты сұрақ ұсынылады. Екінші жоспарлау, топқа бөлініп міндеттерін бөліп алу. Үшінші кезеңде зерттеу, яғни ақпарат жинап тәжірибе жасау. Төртінші жасалған жобаның шешімін әзірлеу, өнімді дайындау. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су ресурстарының экологиялық проблемалары. Сіздерге сұрақ: егер сіздер экспедициядан адасып, өзен бойында қалсаңыздар, сіздердің қолдарыңызда ауыз су жоқ. Не істер едіңіздер? Бар қолдарыңыздағы заттардан қалай таза су? Яғни фильтрлеу. Біз алдымен бутылканы жартысынан кесіп алдық. Асты жағын таза су құю үшін оны бутылканы теріс қатып қойдық. Және оның бутылканың ішетін жағына қарай біз мақтаны қойдық және марканы қойдық. Оның ішіне қарай біз көмірді қойдық. Көмір біздің иістерді алып ұстап қалу үшін. Одан кейін біз тастармен, майда тастармен және де құмды септік. Ол біздің ірі қоқыстармен керек емес заттарды алып тастап, мына жаққа таза су өтеді. Бірақ біз бұл суды бірден іше алмаймыз. Біз бұны қайнатып барып ішеміз. PBL мен дәстүрлі оқытудың айырмашылықтарына тоқталсақ, дәстүрлі сабақта мұғалім түсіндіреді, PBL оқушы зерттейді. Дәстүрлі сабақта дайын білім берілсе, PBL-да білімді өзі табады. Дәстүрлі сабағымызда теория басым болса, PBL-да практика басым. Дәстүрлі сабақта жеке жұмыс жасаса, PBL-да топтық жұмыс жасауға дағдыланады. STEM және PBL әдістерінің бірігуі қазіргі заманға білім берудегі ең тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Ол оқушылардың тек біліммен ғана қаруландырып қоймай, оларды болашаққа дайындайтын әдістерге бейім, инновациялық тұрғай етіп қалыптастырады. Қорыта келе, жобаларды нақты өмірге, өмірлік мәселелерге бағыттасақ, бұл оқушылардың ынтасын арттырады. Оқушылардың өз идеяларын іске асыруына, шығармашылық қабілетіне жол көрсетсек, мүмкіндік береміз. Цифрлық құралдар мен ресурс нәтижесінде осы әдісті қолдану арқылы оқушыларым жоба жасауға деген мотивациясы оянып, су мәселесіне орай бірнеше жобалар жасады. Бұл жобалар түрлі конкурстарда жүлделі орындарға ие болып, экология министрі және оқу ағарту министрлерімен кездесіп, ең үздік жоба атанды. Алматы қаласында өткен ең алғаш жас зерттеушілердің бірінші форумына шақырту алып, жобаларына таныстырым жасалды. Телеканалдарға шақыртулар алып, марапаттармен марапатталды.